Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздерге Google'дың приложениясының ішінде керемет бір платформамен таныстырайын деп едім. Оның аты Notebook LM деп аталынады. Енді бұл жерде біз қазақша жасауымыз үшін, егер сіздер қазақша жасағыларыңыз келсе, Google'дың тілін ауыстырып аламыз қазақшаға. Мынау аккаунтқа кірсеңіздер, управление аккаунтом деген бар. Осы жерден личная информация нелеріңізді тілді ауыстырамыз осы жерден. Қазақша деген жерде стрелканы бассақ, бізде қазақ тіліне ауысады. Міне қазақшаға ауысты. Артқа қайтадан өтеміз. Google'дың приложениясына кіреміз. Осы жерден төмен жағында осы Notebook LM деген приложенияға өтеміз. Енді бұл жерде біз өзіміздің сабағымызға қатысты яғни қымыжыға керекті презентация жасауға болады, тест жасауға болады, карточкалар жасауға болады. Плюсикті басамыз, жаңасын жасау деген. Осы жерден қазір бізге осындай бет шығады. Енді бұл жерге сіздер сайт сілтемесіне әкелсеңіздер болады. ютубтағы тақырып кез келген болмаса, бір файлда әкелсеңіздер, сол файлдағы мәлімет бойынша сіздерге осы жерде тест, жаңағы карточка сұрақтарын жасап бере алады. Көшірілген мәтін әкелсеңіз болады. Енді мен тақырып қана жаза салайын. Мысалы, наурыз туралы іздеп көрейік. Наурыз. Алда наурыз келеді. Наурыз мерекесі деп көрейікші. Енді жасыл стрелканы басамыз. Өздеріңіздің кез келген тақырып сабақтарын жазсаңыздар болады. Сол сабақтың тақырыптары бойынша веб-сайттан ізделенеді ғой. Дерек көздер шыққан кезде мына жерден басасыздар ғой. Ментальдық карта жасасаңыздар болады. Флеш карталар, карточка сұрақтар. Енді импорттау деген басасыздар. Міне бізде қаншама наурыз бойынша интернеттен дайын болды. Міне яқта бізде активны болды уже. Енді қараңыздар, видео жасасаңыздар болады. Жасанды интеллект арқылы өзіңізге арнап түсіндіретін бейне жасаңыз дейді. Болмаса қараңыз, аудио жасап береді сізге. Бұлардың бәрін өзіңіз асықпай жасасаңыз болады. Мен қазір не жасап көрейін? Тест жасап көрейін. Ментальдық картаны жасап көрейік. Үстінен басасыздар. Енді мына жерде қараңыздар, жасалынып отыр. Флеш картаны жасап көрейік. Міне бұл да жасымның қараңыз, уже біздің картамыз дайын болды. Менталдық картамыз үстінен басасыздар. Міне көрдіңіздер ме? Осындай оқушылар. Міне көрдіңіздер, осылай кете беретін стрелкаларын бассаңыздар. Майндап дейді ғой. Майндап оқушыларға. Мынаның өзі былай кете береді. Көрдіңіздер ме? Яғни парсының ноу жаңа рус күн деген сөзінен шыққан екен. Қазір мен астыға түсеміз, былай қарай. Көрдіңіздер ме? Кете береді. Көрісу дейді. Мен ана неғып тастаппын. Стрелкамен. Салт дәстүрлерін көрейік. Жоралғыларды көрейік. Қандай? Көрісу, татуласу, кешірім дейді. Әлем халықтарында наурыз көрейік. Әзербайжан, Түркия, Қырғызстанда тойлайды екен. Ұлттық ойындар дейді, көрейік. Ат, халық ойындары, өнер дейді. Өнерді ашып көрейік. Осылай кете береді біздің менталдық картамыз. Мен қайттан артқа қарай жүресіздер екен осылай. Көрдіңіздер ме? Қандай керемет жасап берді. Мынаны жүктеп алсаңыздар болады. Енді мен қазір артқа өтем. Біз не жасадық? Студия дегенге кіресіздер, таппай қалмаңыздар. Міне уже менің нем дайын болыпты. Флеш карта жасадым мен жаңа. Мынаны басайық. Үлкейтіп көрейік. Көне парсы тілінен аударған наурыз сөзі қандай мағына береді дейді.
Осылай оқушыларға жылдам тақтаға шығарсаңыздар болады. Ответін білмей жатса, жауабына си answer деген жерін бассаңыздар, жауабы келеді. Жаңа күн деген мағына. Енді түсіндіру деген бассаңыздар, осы туралы қазір неден түсіндіреді. Сұраққа оқушы білмей жатса, жауабын көресіздер, и жауабын осылай мына жерден түсіндіргізіп бересіздер. Міне, көрдіңіздер ма? Наурыз сөзінің құрамының барлығы түсіндірмесі осылай шығады. Өте керемет. Сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Келесі сабақ. Мынаны үлкейтіп алып оқушыларға осылай көрсетесің, тағы қалай атайды дейді. Жауабын көру үшін міне ұлыстың ұлы күні деп түсіндіруді бассаңыздар, түсіндіру. Осылай керемет жасауға болады екен. Енді мына бейне видеоны да кәдімгі жиымен жасап береді. Тест жасап көрейік, тест орындап көрейік қазір. Міне сразу үстінен басасыз, қайсысын үстінен басасыз, осылай жылдам дайындай береді ғой. Осы жерден, яғни бір сабақтың тақырыбын ғана жазасыз, сізге қаншама тапсырмалар, видео десеңіз, видео, аудио десеңіз, аудио слайд десеңіз, слайд, барлығын жасап береді екен. Мынаның өзі қандай керемет, менталдық картаңыз, флеш картаңыздың өзі жауабын көрсетеді, оны түсіндірмесін көрсетеді. Керемет. Сабағыңызға оқушыларға түсіндіргенге болсын, тапсырмаларды орындап қалсын, барлығы бір приложенияның ішінде орындалып тұр. Бұл дегеніміз Google-дың ішінде тегін қолданасыз, ешқандай сізден сұрамайды ақша. Тест жасауды осылай күтіп отырасыз. Міне слайд басып, слайд жасасаңыз болады. Енді бұны асықпай өздеріңіз зерттейсіздер. Міне тест дайын болды. Бірнеше секундтың ішінде дайын болады. Қараңыз, мынаны үлкейтейік. Наурыз сөзі көне парсы тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді дейді. Жаңа күн. Міне дұрыс деп келесінің қателігіліп көрейік қазір. Міне түсіндіруін басаңыз, түсіндіру. Келесі. Енді мен кез келген біреуін дұрыс белгілеп, дұрыс емес белгілеп көрейін деген қызыл жаңа мекен көрейік. Міне көрдіңіз ба, дұрыс емес деп шығады екен. Осылай сабақты орындатсаңыздар болады. Осы приложенияны қолданып көріңіздер, зерттеңіздер, видеоны, слайд, аудионы барлығын жасап көріңіздер. Енді мен оған уақыт тығыз болғаны байланысты сіздерге бір 3 түрін ғана көрсеттім. Енді біздің жасаған жұмыстарымыз қайда тұрады? Ол үшін мынаған басыңыздар, главныйны өтеміз, бастапқы бетке өтеміз, соның төмен жағында сіздің жұмыстарыңыз тұрады. Басқасын жасау үшін жаңасын жасау дегенді басасыздар. Егер де орысша ақпарат керек болса, бағанағыдай тілді ауыстырып орысшаға өтіп аласыздар. Қазақша ақпарат керек болса, қазақшаға тілді ауыстырып алып отырасыздар. Рахмет, осымен аяқталды.